Армысыздар, құрметті біздің YouTube арнамыздың тұрақты тыңдармандары, көрермендері. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, төменде жаза отырыңыздар. Бүгін мінекей біздің подкастқа ерекше қонақ келіп отыр. Жалпы негізі әрбір қонақ бірінен бірі өткен ерекше, бірінен бірі өткен тамаша, ең кереметі әр қайсының жетістігі, өмірінің өзгеруі өзінше бір дара жол десек болады. Біздің қонағымыз ең несі қызығы осы алдынан бері біз сабаққа қатысқан кісілерді шақырып жатырмыз, әлі де көптеген қонақ болады. Бүгінгі қонағымыз біздің осы ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт кітабын оқып, сол кітаптың өзімен өте тамаша жұмыс істеп, мен нәтижелерін естігенде кәдімгідей таң қалдым, қызықтым, қуандым. Шынымен де адам өзгермейді деген адам жоқ, тек қана желание болса болған екен. Бүгін біздің қонағымыз Жәмила ханым. Жәмила ханым демей-ақ қояйын, Жәмила дейін, ортада ханымды қойып қойып бөтенсітпейін. Жәмила, қош келдің. Көп-көп рахмет келгеніңе, шақыртуымызды қабыл алғаныңа рахмет. Және де енді өзіңді таныстырып өтсең. Сөз кезек сенде. Бұл жерде еркін, ешқандай қысылмаймыз, екеуміз бүкіл әңгімені жібереміз осы жерде. Жақсы. Менің толық есімім, аты жөнім Рахматулла Жәмила Саттарқызы. Жалпы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келгенмін. Осы Алматы қаласында жоғарғы оқу орындарын тәмамдадым. Нақтырақ айтсам, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бакалавриатында, магистратурасында сол университетті оқып бітіріп аяқтадым. Қазіргі таңда жұмысым мұғалім және де инфобизнес саласында жұмыс атқарып келе жатырмын. Керемет. Алматыда тұрасыз, Алматыда. Отбасы бар ма? Жоқ, әлі тұрмысқа шықпаған, бойдақпын. Құлақтарыңызға алтын сырға. Рахмет көп-көп. Жәмила, негізі біз екеміз бірінші рет көріп тұрмыз бүгін бір-бірімізді. Дәл осы жерде, осы бір ары барса жарты сағат бұрын ғана кездестік, көрдік. Мынау енді әлем жері деген керемет қой, алысты жақындатып, танымайтынды туысқан қылып жіберіп жатады да. Солай әлеуметтік желіде жиі хат жазып тұратын, мені жүрек жіберіп тұратын қыздардың бірі. Жәмила жаңағы өзінің өзгерісін маған осы мен кітапты оқып өзгерген едім деді. Мен қуана-қуана кел айт, нең бар, қандай нең бар деп бөлістім. Жәмила, енді айта бер, қашан кітапты оқыдың, қалай болды деген сияқты өзің. Нақты кітапты 2021 жылы көрдім деп айтсам болады, шынымды айтсам. 2021, бірақ аса қатты мән беріп ондай оқыған жоқпын ше. Негізі өзім былай әдеби кітаптарды оқимын, бірақ мынандай психология деген жаққа онша да сенбейтінмін мен бұрында. Жаңағыдай болады, жасайды, істейді деген нәрсеге онша да сенбейтінмін. Сосын 2021-дің соңында менде белгілі бір жағдайлар болды. Қаржылық себептерге байланысты өмірімде әртүрлі нәрселер болып кетті. И жаңағыдай бізде ұжымымызда бір апай болатын, сол кісі көрді да, менің үнемі басым салбырап жүреді, ашуланшақпын, сабырсызбын, жаңағыдай үнемі бір нәрсе ойланып жүрем, и қап-қара болып кетеді ғой адам өзі үшін. Негізі бір уайымдаған кезде сондай жағдайлар болды менің өмірімде. Уже не істерін білмеймін. Алладан сұраймын, жаңағыдай Аллаға шүкір, енді осы деңгейге жетіп жатырмын ғой, бірақ оған да бір себеп керек қой. Сосын осы кітапты маған айтты сол кісі. Осы кітапты жақсылап оқып, ішіндегі теориясын, практикасын жасап істеп көрші, сол кезде көресің деді. Ол кезде де мән берген жоқпын. Кейін өзім отырып ойландым, шынымен неге менде өмірім осындай жағдайлар болып кетті деп сондай ойлар болды да менде. И болды, мен жасаймын, істеп осыны көрейінші дедім. Сосын кітапты аштым, барлығын мұқият отырып қарадым. Кәдімгідей өзім жалғыз қалған кезде өзім оқыдым. Басынан уже бастаған кезден бірінші бетінен бастап өте құнды, кәдімгідей маған қатты ұнады. И керекті жерлерін барлығын дәптеріме жазып отырмын. Осы блокнот етін әлі бар, сақтаймын. Қазір көреміз. Всегда осыдан әліге дейін қарап айтып отырамын. Ішінде жаз дегені бар. Мынаның ішінде, мына кітаптың прям техникалары мощный деп айтады қазіргі сөзбен айтқан кезде. Барлық нәрсені жасаған кезде жаңағыдай тек қана теория емес, практикасын міндетті түрде жасау керек екен да. Шын мәнінде адамда әрекет болса, ол нәрсе болады. И
қазір де сен былай жеттің ғой, енді былай жеттің ғой деп айтып жатады ғой. Мен бірінші айтатын нәрсем осы. Ең әуелі Алла, екінші осы кітапты оқып көрші деп маған айтады да. Өзім құрбыларым бар, тұрмысқа шыққан, жаңағыдай енді жаңағы туған туыстарымыз бар деген секілді. Маған уже бір уайымдарын айтқан кезде мен сразу осы кітапты айтамын. Шынымен мен саған айтарым, осы кітапты оқып, жаңағыдай практически жасашы осы кітапты. Сол кезде көресің нәтижесін деп айтамын да. Кәдімгідей барлығы орын-орнымен сондай болды. Мен өзім осы кітапты алдым, жаңағыдай полностью оқыдым, практически тұрғыда бірме бір жасап жүрдім, жасадым да. И кәдімгідей енді Аллаға шүкір, прям результаты жаңағыдай инстаграмға салам көп заттарды, сол жақта кәдімгідей результаты. Мен ешкімге ұялмай да айта аламын, дәл осы кітаппен әуелі Алла, екінші осы кітаптың ішіндегі барлығын оқыдым, жасадым, істедім, и шүкір Аллаға. Кәдімгідей жарқырадым ғой, шынымды айтсам. Кәдімгідей басым тік, сенімділік, ана ашуланшақ бәрі кеткен. Бұрын жаңағыдай сыйлық ондайлар бермейтін, ондайды да білмейтін, садақа беру, мейірім деген ондай вообще ноль еді ғой, мен ондай білмейтінмін ше. И кәдімгідей осыларды жасаған кезде өмірім бірден болып кетті деп айта алмаймын, өйткені өмірде жаңағы сиқырлы таяқша жоқ қой. Бірақ постепенно барлығын үздіксіз жасай берсең, жаңағыдай кәдімгідей результатын көруге болады екен. Сосын мен жаңағыдай сіздің парақшаңызға тіркеліп алдым. Мына кісі қандай керемет, прям адамның андай жанына, жүрегіне тиіп жазатын, айтатындай деп сондай қызығушылық болды. Мен парақшаңыздың барлығын көріп шықтым, прям рахмет деп ше, кәдімгідей ішкі немен сондай сезім болды да менде. Бір өтірігі жоқ, шын мәнінде дәл осындай жағдай болды ше. Керемет. Өзім жылағым келіп отыр. Шынымен ше, Аллаға шүкір, осындай себеп шығып сіздің осындай кітабыңызды қойып қойғанына. Мен мысалға қаншама кітаптар оқимын да өзім, бірақ осы сияқты бір кітаптар болса екен ғой деймін ғой қазір ше. Білмеймін, мен жаныма өзіме қатты жақын болды. Ашам, қарайым, сатып алам, бірақ іші оған сәйкес келмейді да. Мынау кәдімгідей сенімен сөйлесіп отқан сияқты. И осылай жаса, осылай істе деп ше. Сондай жаңағыдай кәдімгі бағыт бағдар беріп отырады да. Сен күнделікті бүйт, сен осылай жаса деген. Соның барлығын жасадым ғой мен. Шыны керек. Ерінбедім, жасадым. И Аллаға шүкір қазір 180 градусқа өзгерді деп айтсам болады. И маған қасымдағылар да айтады, сен қатты өзгердің деп ше. Бұрын просто жерге қарап сондай білмеймін, неғып бүйтіп жүретінмін, сондай едім ше. Еще менде жаңа айттым ғой, қаржылық неге байланысты өзімнің қанша миллион қарыз болды да менде. Ол жаңағыдай бір кісілер жаңағы үй аламын деп неткен едім, сол алданып қалдым да. И ешкімге айтпай алған ғой оны. Бірақ ол менің жауапкершілігімде ғой енді. Содан құтылу керек. Соның барлығы менде болып қалды да. И адамдармен де конфликтный ситуациялар болып кетті. И жаман болып кеттім. Сонымен шүкірші, мен қазірге дейін айтам, қанша кітап оқысам да, бірақ осы кітапқа жеткен жоқ. И осы кітаптың жаңағы себепкершілігімен деп айтам, себебімен деп ше. Керемет, қандай күшті, иә, адам. То есть өзгермейді деген адам жоқ қой, негізі былай қарағанда, иә, кез келген Абай ата айта ма, не дейді? Өзгермеймін деген адамның тілін кесереді дейді. Өте тамаша. Жалпы мен өзім де бүйтем да, енді бүгінгі таңға дейін мен қаншама мың тираждап сатып жатырмыз. Сонда мен Аллаға мыңда бір шүкір, бірде бір негатив пікір естімеппін ше. Оған енді қарайсың ғой жан-жағыңа, неге жаңада себептерін ше. Біріншіден мен шынымен өзім өзгерген адаммын. Мен бүкіл адамды жақсы көремін. Мен бүкіл адамға деген, енді білмеймін, барынша махаббат беруге. Айқайлап тұрса да барып құшақтап кете аламын. Жаңағыдай ондай нәрсенің бәрі маған оп-оңай да. Сондықтан адам бірінші ішің таза болу керек. Екінші бір нәрсе, бұл кітап енді жаңағы менің қасымда жүрген адамдар біледі, мен сабақтың өзінде құр не қылып бүйтіп отырып түсіре салмай, мен жазам кәдімгі. Бүйтіп жігі-жігіменен ол пайдалы болу керек деймін да. Ол действительно алған адам ақысына тұратындай өте пайдалы бір нәтиже беру керек деймін. Соның кейін бұл жерде бір бір өмірбаян бір теория жазған жоқпын. Әр тақырыпқа тапсырма берді. Әрбір тақырыпқа тапсырма беріліп отырды. Сол тапсырманы орындау керек адамдар. Одан кейін бұл кәдімгі шынымен де мен бәленбай бір 100 мыңдаған, бәленбай мыңдаған тираж сатам деген ниетпен келген жоқ. Бұл кітап маған отырдында, мама, мынаны бір 500 адам оқыса, өмір өзгерсе деген бұл. Вот шын сондай жүректен шыққан нәрсе болды да. Сондықтан бір жүректен шыққан нәрсе бүгінде бәленбай мыңдаған адамның жүрегіне жетіп жатыр. Сосын ең несі, бұл жерде ешқандай ғылыми термин жоқ. Өте қарапайым да. Енді осы кітаптың ішінде Жәмила, ең жаңағы мысалға ең бірінші неден бастадың? Мысалға
қалай бастадың, не жасадың деген сияқты. Жаңа айтып жатырсыз ғой, жүректен жүрекке деп, точно жүректен жүрекке жетті. Кәдімгі айтып жатырмын ғой, живой бағыт бағдар беретін нәрсе. Қарапайым, өте жеңіл түрде жазылған, и құлаққа да тез сіңімді. Негізі кітапты оқыған кезде көбінесе ұйқысы келіп кетеді ғой адамдардың. Сонда ұйқыға тартады ғой, бірақ бұл ондай емес, наоборот, бітіп қалмасыншы деп азыздан, бірақ екінші рет қайттан оқып солай жасадым мен. Мен ең бірінші жаңағы айтып жатырсыз ғой, ең бірінші ішіңді тазалау керек деп. Сол шын мәнінде ішіңді тазалап, жаңағыдай ойыңды өзгертіп, іс-әрекетіңді өзгертсең, ол сыртыңа шығады екен да. Бұрында айтып тұрмын, андай қарайып бір түнеріп деп айтады ғой. Сондай болатынмын да. Білмеймін, өзіме сол суреттерімді көріп отырамын ғой, сондай болғанмын да. Ал қазір жоқ, кәдімгідей арқамды кеңге жайып, сондай сіз анау сұлулықты көре біліңдер деген сондай мәтіндер бар соның ішінде. Жаңағыдай адамдардың барлығы тек қана бір жаққа қарап жүре береді деген сондай тексттер бар. Сол жаңағыдай аспанға қарап, шын мәнінде әлем жарық, көзім көріп тұр деп шүкіршілік айтудан бастадым. Ең алдымен жаңағыдай күнделікті Аллаға шүкіршілік айтуды. Сіз айтасыз ғой, барлық нәрседен сондай не көре білу керек, әдемі нәрселер көру керек, жақсы нәрселер деп мына ішінде бар. Вот тура солай бастадым. Мен барлық айналама жаңағыдай жақсы көзбен қарай бастадым. Сүйіспеншілікпен мен тірімін, жүрмін деп, и күнде шүкіршілігімді айтамын. Кәдімгідей салауатты өмір салтына да көштім. Күнделікті жылы су ішу деген секілді ол нәрсені күнделікті әдетке айналдырдым. Сосын жаңағы садақа беру деген бар. Содан кейін жаңағы үйлеріңдегі артық зат, артық киімдердің барлығы ол сенің миыңа мусор болып тұрады дегенше ойланып тұрасың. Сол тақырыпқа ұзақ жазғансыз ғой сіз кішкене. Вот тура сол нәрселер. Мен бұрын үйе беретінмін, көйлек киім бәрін үйіп, керек болып қалатын шығар деп. На самом деле ол шын мәнінде ауыр жүк болып тұрады екен да. Керек болып қалады деген заттың бәрі керек емес екен да негізі. Вот олардың барлығын жинап, жаңағыдай ауылға беріп, сөйтіп ол жақты да босаттым. В общем, ішімді жаймен деп тазаладым. Адамдарға деген көзқарасымды өзгерттім уже. Сосын жаңағыдай осындай әрекеттердің нәтижесінде болады екен барлығы. Қазір біз Жәмиляның нәтижесіне келеміз. Жалпы Жәмиля мына жерде енді кітаптың аты ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт деп тұр да, мысалға. Осы ой деген сен үшін не екен? Мысалға осы кітапты оқығанда соны қалай түсіндің және оны қалай өзгерттің? Ой деген нәрсе ол негізі мимен байланысты дүние ғой. Біздегі адамдағы ең ақылды орган ми, бірақ ең жалқау ол ми, иә. Вот сол нәрсені кәдімгідей түсіндім ойға байланысты, яғни кез келген нәрседе жаңағыдай жақсы жағына көре білу керек екен да. Кез келген нәрсені, жақсы нәрсесін жаман болса да, ол нәрсенің жақсы жағын көріп тұру керек екен. Вот сол нәрсені түсіндім, и сол нәрсені жасадым. Қаншалықты біреу бақырып жатса да, жаңағыдай маған негативін айтып жатса да, жаңағыдай үндемей сөйтіп басылып қалуға тырыстым деп айтсам болады. И жаңағыдай біреуден негативіңді аласың, мысалға біреумен айқайласасың, ұрсасың, жаңағыдай кикілжіңге түсесің, оның барлығы сенің ойыңа, миыңа негатив болып жинала береді екен да. И ол ауыр қара тас болады да. Оны бүйтіп арқалап жүре берсең, жаңағыдай бүйтіп кете бересің ғой, төменге қарай. Ал жаңағыдай сен оны қабылдамай, кәдімгідей орнымен үндемей, жаңағыдай бәрін жақсы жаққа бұрсаң, ол жаңағыдай оның негативіңді алмайсың да. Сен ше өзіңе адам баласына 100% энергия беріле ма күніне? Жаңағы сіздің кітаптан түйгендерім ғой. Вот сол егер де сен онымен айғайласып, сондай негатив, сондай біреуді жамандап, өсектеп, өтірік айтып, сөйтіп жүрсең, ол кезде ол сен бере бересің да біреуге энергияң бәрін 10% ол кезде не қалады өзіңде күнде. Ал сен жаңағыдай наоборот жақсы нәрселер істеп, жақсы сөздер айтып, бәріне жаңағы сіз сондайсыз ғой негізі, мейіріміңді шашып, жылы сөздеріңді айтып, сыйлықтар беріп, қуантып жүрсең, ол кезде наоборот саған энергия келе береді да. Зачем біреуге энергияңды бересің да, оны негатив болып оны бересің, одан шу, өтірік, өсек, ой, ондай уже керек емес дүние екен ше, шынымды айтсам. Ойыңды таза ұстау керек та. Керемет. Былайша айтқанда анандай, мысалға былай ғой, энергия деген мына стақандағы су сияқты прозрачный деп алайықшы, былай қарағанда. Енді бұны қарайтып жіберетінде гүлдендіріп түрлі түсті қылатында өзіміз да. Ал енді мына стақанды адам деп, адамның бойы деп алып қарайтын болсақ, мысалға да, біз шығармашылық, шексіз шығармашылық
энергиясы өтетін көзбіз, біздің денеміз. Мысалға да, сонау санамыздан бастап бізде түгел кәдімгі шығармашылық энергия өтеді екен. Біз енді ішімізде жаңағы өкпе, реніш, нервный дейміз ба, ашу, ыза, уайым, қайғы дегеннің бәрін алып, мысалға мынаның ішіне стақанды тасқа толтыратын болсақ, құмға толтыратын болсақ, қаншалықты су өтеді? Мінекей, бар болғаны бір мынандай су ғана өтуі мүмкін да. То есть біз сондай өкпе, реніштерменен жаңағы бүкіл шығармашылық энергия өтетін көздің бәрін жауып тұрмыз ғой, каналдың бәрін жауып тастап тұрмыз да. Ал біз жаңағы ішкі әлемді тазалап, бәрін бүйтіп шығарып тастаған кезде уже емін еркін бізден энергия өтеді да. Энергия, жалпы тіршілік энергиядан тұрады. Энергия дегенде есіме түсіп жатыр, достар, осы жерде бізде дәл қазір мынау ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт кітабы және жаңамен деген курсымыз өте қолжетімді бағада сатылып жатыр. Толық ақпарат алу үшін төменде өтіңіздер. Ол жерде энергияның да көкесі, ішкі әлемнің де көкесі барлығын егжей-тегжейлі бір ай бойы өтетін боламыз. Сондықтан келіңіздер, бірге өзгерейік. Енді Жамиля, мынандай бір сұрақ. Жалпы осы мысалға, осыған кітапқа дейінгі Жамиляны естідік, қарызы бар, жаңағы шын ғой адам. Мына сенің бүкіл мына сыртқы жаңағы сыртта жүрген адам болсын, сыртқы сенің бет әлпетің болсын, яда басқа нәрсе, бұның барлығы сенің ішкі әлеміңнің айнасы да. Мен кез келген адамның бетіне қарайсың да біле бересің, іші қандай бықсып жатыр, или іші қалай жадырап, жарқырап, жайнап жүрген адам екенінше. Сол енді бұрынғы Жамиля менен қазіргі Жамиля қандай айырмашылық мінезінде дейіп, мінезінен бастайық мысалға да, қоршаған ортасы дейік, оның табысы, оның жүріс-тұрысы, қызметі, жұмысы, осыларға тоқталсақ. Яғни мен кітапты оқымағанға дейін жаңағыдай күйгелек болдым, максимально 100% деп айтайын. Үнемі шырпыр болып жүрем, ашуланшақпын, сабырсызбын, сосын мейірімді емес етінмін. Жаңағыдай кімге болса да, қоршаған ортаға да жаңағыдай көбінесе жаңағыдай жаңағы мысалға конфликт болады, ұрыс болып қалған кезде өз-өзімді тоқтата алмайтынмын ше, сондай жаңағыдай, бірақ тиіссе сондай болатын еді да, жаңағыдай максимально мен де ұрса беретін, жасына, несіне қарамай. Сондай болды. Одан кейін после кітапты оқыдым, жаңағыдай барлығын жаздым, жаңа айттым ғой, жаққа барлығын жаздым, әлі өзіме ыстық, үнемі жаңағыдай қарап ашып сөйтіп жүрем, сол кезде қандай едім деп. Сосын жаңағыдай жазуды үйрендім мен ше, жаңағыдай ішіне кітапты оқығаннан жазуды үйрендім, барлығын жазып, мынау орындалды, мынау шынымен орындалды деп кәдімгідей сондай болды да, Аллаға шүкір ше. Вот осыны оқыдым, практически жасадым, болды дедім, мен жаңағыдай адам жасағанда адам жасай алады, неге мен жасамасқа, неге мен істемеске, неге мен өзгермеске деп өзіме сондай мақсат қойдым. Бір жаңа мақсат қоям ба, соны до конца алып бармағанша менде жаңағыдай тыншымаймын да. Сосын осы кітап бойынша барлығын жаздым, мынаның ішінде бар, мен бақытты болуға лайықтымын, мен бай болуға лайықтымын, мен жаңағыдай махаббатқа, сондай бар ба? Махаббатқа толы адам болуға лайықтымын, менің де бизнесім болуға лайықты, менің Алматы қаласында мынадай пәтерім бар деп кәдімгідей жаңағыдай болжамдамайсың, нақты жазасың. Солай сөйтіп жаздым. Кітапты алып жатсаңыздар көресіздер. Действительно, вот сол жаңағыдай солай барлығын жаздым. И уже кәдімгідей мен өзгере бастадым. Өзіме білінді кәдімгідей. Жазған нәрселерім барлығы Алланың қалауымен жайменде біртіндеп орындалды. Яғни жаңа айттым ғой, тек қана бір саламен ғана мен байланып қалған едім. Бір айлыққа ғана қараған едім, тем более мынандай қымбатшылық заманда бір айлыққа қарап өмір сүру мүмкін емес. Ол көп нәрседе негізі ақшаға келіп тіреледі ғой, қаржылық неге байланысты. Жаңағы проблема да соған көп еді, қазіргі таңдағы да сол нәрсе. Оның барлығын жаңағыдай негізі ойыңды өзгертсең барлығы өзгере береді екен. И мен жаңағыдай жасай алам деп істедім, жаңағы өзім қазір инфо саласындамын ғой, сол жақта бастадым. И күніне 5000 теңге тапсам да маған нормально істеу керек. Мына жақта кітапта әрекет ету керек, бірақ сен барлығын жасайсың, бірақ әрекет етпесең еш нәрсе болмайды деген ғой енді. Сол нәрсені уже әрекет ретінде, әрекет жүзінде мен жасадым. Болды, жасаймын дедім, ана оқыдым, практически тұрғыда жасадым. Мен бұрын ұялатынмын, андай кафеге барып бір өзім отырып,
жаңағыдай сабақ қарауға бірдеңе істеуге мен өте ұяң болдым да ондай. Бірақ ортамда сөйлей беремін, бірақ басқа ортаға барғанда жалғыз өзім магазинге баруға, базарға баруға, андай жерлерге баруға жаман қатты қысылатынмын, ұялатынмын ше. Сөйтіп все, мен қорқынышымды жеңемін деп осы жақта бар жазылған. Болды, все дедім да, бардым, кофейняға бардым, отырдым, мына жаққа тоже жазғам, осы жаққа жазылған. Болды, мен бүгін жалғыз отырмын. Бірақ мен қорқынышымды жеңемін, жасаймын. Мен андай нетіп тұрмын да, онша нетпей тұрмын. Сенбей тұрмын, бірақ істеуім керек болып тұр да. Қойшы күніне 5.000 теңге тапсам да маған не деп, сонымен жаңағыдай бастаймын, барлығын жазам, сөйтем, и жаңағыдай сторис түсіріп, сондай бастаймын, әрекеттерімді жасап бастаймын, и кәдімгідей уже 3-4 күннен кейін мен уже табыстарымды таба бастаймын ғой. Сол 5.000 дегенім кәдімгі, не 5.000 деген деймін да, сол одан да уже көп побольше осылай жасадым жаңағыдай. Аллаға шүкір, бұрында арман болған жаңағы самолетке отыру, шетел көру дегендер арман еді ғой. Білмеймін, сондай өмір бойы болмай кететіндей болатын ше. Маған ше, мен қойшы қарапайым отбасында дүниеге келгенмін, ондай жағдайлар менде болмайтын шығар деп, просто ауылда былай самолетке қарап, бір рет болсын отырар ма екенбіз осы өмірде деген сондай болатын ше. И шүкір Аллаға ше, кәдімгідей азды көпті 9 мемлекетке бардым. Европаға, яғни Италия, Франция, Швейцария, Мальдивыға бардым, Дубай, Турция. В общем, барлығы осы неден кейін, әрекеттерден кейін осылай 2-3 жылдың ішінде кәдімгідей армандарыма қол жеткіздім деп айтсам болады енді. Біреуге аз, біреуге көп, бірақ мен үшін кәдімгідей үлкен жетістік болды. Уже жаңағы мына жақта бар ғой, әлемнің әдемі жерлерін көру дегенше, вот сол нәрселердің барлығын неттім ғой. Кәдімгі өзім көзіммен көрдім сұлулықты, и Аллаға сансыз шүкір деп, мен қайта-қайта осы кітап есіме келеді. Міне осыны неттім деп. И былай жазған нәрселердің барлығы кәдімгідей галочкамен орындалып, одан бөлек жаңағы қаншама жетістіктерге жеттім, қаншама қарыздарымды құтылдым полностью, тап-таза болып, өте жеңіл болды да маған, қанша мемлекеттерге бардым, үй алдым деген сияқты. Осы жерде маған екі не деп тұр, жазу туралы қазір сосын айтам. Маған мынандай сұрақ деп тұр, қарашы, қарыз болдың да, ең қатты жаныңа батқан негізі сол моментте сол болды. Сосын кәдімгі түнеріп бүйтіп жүрдің да. Енді қараш, қазір байлыққа, бір бай болуды үйренетін сабақтар бар, тағы бір нәрселер бар ғой, мысалға да ақша табуды. Негізі жалпы 99% бізге сабаққа келсін, кітап оқысын, бірінші қарыз мәселесі болады да. Енді өкінішке орай бізде сондай болып жатыр, что келген адамның 99% қарызда болып жатыр да. Ол қарыз бәрімізге таныс, мен де болғам, ол қарыз бәленбай миллиондап болған мысалға да. Сондықтан енді мына жерде қазір бізді көріп отырған адамдардың ішінде де бір 90% қарыз десем болады ше. Сол кісілерге айта кетейік, мысалға сен байлық табуды үйренген жоқсың, мысалға да, сен көп ақша табуды үйренген жоқсың, сен өзіңді өзгерттің, ішкі әлеміңді тазаладың да. Осыны бүйтіп толықтырып айтшы, мысалға сен өзің өзгердің, табысыңа, мысалы адамның өзінің өзгеруіне, табысына қалай әсер етеді? Өте күшті нәрсе, лайфхак болды да, күшті не болды, тақырып болды. Егер де сенде жаңағыдай ойыңызда жаңағыдай айтып жатырмын ғой, болмайды, негативный заттар, сондай заттардың барлығы сіздің ішіңізде сондай заттарға толып қалған болса, яғни біреуге өкпе, реніш деген бар ғой, ата-анаңа болсын, бауырларыңа болсын, неге маған көмектеспейді, неге біреуден ожидание қоясың ғой, біреуден күтпеу керек та ол нәрсені. Ең бірінші сен өзіңмен жұмыс жасау керек, өзіңнің ойыңды өзгерту керек, ойыңды тазалау керек, яғни ешкімнен ешнәрсе күтпей-ақ қой, бәрібір жаңағыдай ол адам өзі жеке тұлға, ол өзімен жұмыс жасап жатқан адамда, сен өзіңмен өзің жұмыс жасада, мысал енді тағы да айтайын, құрал ретінде мысалы осы кітапты аласың, өзің жаңағыдай полностью изучать етесің, ойыңды өзгертесің, ішінде кәдімгідей инструменттер берілген, соларды жасайсың, сол кезде міндетті түрде нәтижесін көреді ғой, яғни жалпы практически тұрғыда жасап көрсе, кез келген адам 100% нәтижесін көреді деп айтар едім. Мен шын мәнінде байлыққа, ақшаға деп жаңағыдай ондай мақсат болған жоқ. Ең алдымен жаңағыдай өзім бірінші реттеліп, кәдімгідей сен бәрібір миыңа кірмейді ол нәрсе. Егер де жаңағыдай ішің таза болмаса, мысалға ше, жаңағыдай басында сондай нәрселер болады да. Осыны уже неткеннен кейін уже салаңа да қандай сала болмасын,
ары қарай дөңгелейді да, сен ішіңді ойыңды өзгертіп алмасаң ол нәрсе бәрібір саған істей алмайсың да, бәрібір ойыңда бір нәрселер мазалап тұрады. Сен ойыңдағы жаңа барлық нәрсені тазалап жасағаннан кейін кәсіп бар ғой, любой кез келген кәсіптері өрге домалайды деп айтсам болады. Яғни сен ішкі жаныңнан қарайып жаңағыдай дұрыс емес болып жатса, ішіңде жаңа алай-дүлей болып жатса, ол барлығына әсер етеді. Ол адамдармен қарым қатынасыңа да, кәсібіңе де, ақшаға да бүкіл потокты жауып тұрады ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Ал ішіңді тазалаған кезде уже күшті результаттар болады. Өзіңді өзгерткен кезде мен всегда айтамын да, Құдай маған осы бір кітаппенен берекелі бір табыс беріп қойды да, былайша айтқандашы. Жаңағы сенің табысыңда береке деген нәрсе болады да. 500 мың мен 5 миллионның айырмасында көпшілік нөлді көреді. Нөл емес, береке деген айырмашылық бар ол жерде ше, мысалға екеуінде. Сондықтан табыстарыңызда береке артады, мен соны білемін да. Өйткені сен ешкімді қызғанбайсың, ешкімді аламайсың, ешкімді жек көрмейсің, ешкімге бір күндес ұқсатып қарамайсың. Мысалға, да, енді идеальный емес, біз шай ішіп отырғанда бір нәрселерді айтамыз, өсек бізде де кетеді, но бұрынғыдай емес та, фактически айтасың, басқаша айтасың да. Бұрынғы ол енді өте бір неде қара бір энергияда шомылып жатыппыз, бәрін кәдімгідей жүзіп жүріппіз соның ішінде да. Өте керемет. Одан кейін жаңағы адамға, мен айтам, кез келген адам миллионер болады. Қолына бизнес проектіні ұсынсаң, алғашқы жарнасын берсең, бизнес план берсең, жолын көрсетсең, көмектессең, кез келген адам миллионер болады. Бірақ кез келген адам өзін жеңе алмайды. Вот кез келген миллионер өзін жеңе алмайды деп айтар едім да. Сондықтан күшті Жәмиланың әңгімесі маған вообще қызық болып жатыр. Енді осы жерде жаңағы біз бай болуды үйретпейміз. Хотя бәрі бай болу үшін келеді. Бірақ бізге келген адам бір емес, екі тұста жан-жақты бай болып кетеді да, яғни материалдық жағы да байып кетеді, ең бірінші рухани жағдай байып кетеді. Сондықтан достар, қандай проблема болса да, денсаулық, қарым-қатынас, отбасы, жалғыздық, тағы да не, мақсат, любой жерде бірінші өзіңіз өзгеріңіз. Осыған мән беріңіздер да. Ал енді қалай өзгеремін десеңіздер, мінекей мына кітап, плюс қазір сабақ беріліп жатыр, міндетті түрде қатысыңыздар. Сосын жазу деген, мына жерде енді Жәмила алып келіпті, өте жаңағыдай, негізі менің оқырмандарым шынымен кірісте бар ғой, мен өзімнің айнамды көрем да, бәрінен өзімді көрем да. Мысалға, осы жерде жігіттердің бәрі біледі, Жәмила кіріп келгенде мына жер кәдімгідей бәрімізді жарқыратып жібердің да. И сосын сен айттың ғой, мен тұйықпын деп ше. Мысалға, тұйық Жәмила көріп отырған жоқпыз. Келгеннен саңқылдап күліп жатырмыз, жаңағы торт көтеріп кепті, онымен барып ана жерде улап-шулап шай іштік, балалардың тура біздің бір өзіміздің бір адам, біздің бір бөлшегіміз келгендей болды да, осы жерге кіріп келгендей болды. Хотя башы көрмегенбіз ғой сен екеуміз, былайша айтқанда, сондай бір бұрыннан танитындай болып кеттік. Лайым бұл одан да ары күшті таныстық, күшті бір қарым-қатынасқа ұластын деймін. Өте тамаша, ашық қызсың, маған қатты ұнадың. Жәмиланың дәптерін ашып қарасақ па деп ойлап қоямын да, мысалға. Бұны қай жылдан бері жазып жүрсің, Жәмила, сен? Бұл сол 21-дің соңы 22. 21-ден бері қарай жазып келе жатырсың, керемет. То есть сен қара, 21-ші жылы белгілі бір нәрселерді жаздың. Сол олар орындалды. Сосын ары қарай да жазып келе жатырсың ба? Жазып келе жатырмын, қазіргі таңда енді не көп, менде блокнот көп, и мен бұрын жаттанды нәрселерді жазғам да, енді көп емес ол кезде, енді 5-6 өзім жаттанды, кәдімгі барлығы ойлайтын, жазатын. Мен осы кітапты оқығаннан кейін действительно жаңағыдай уже жазуға көштім. Бос уақытым болса, менде жазам ойымды, бір күшті оқып қаласың ғой, жаңағыдай жеңілдеп, ана армандарыңды көріп, вообще қуанып, вау деген секілді. Мысалы, мына подкастқа да келу, мысалға, күшті не болып кетті да, барлығы жазылған нәрселер да, бұның барлығы қалай орындалып кетті деп жатырмын да, жазылған дүниемді. Енді осы жерде мен жазу туралы айтып кетемін. Жалпы достар, мен мына кітапты алған адам біледі, мен всегда айтамын, мына кітапта бетін ашқаннан айтам, қалам қағаз дайында да сен бүгіннен бастап сенің досың қалам қағаз болады деймін ше. Жазасың деймін. Енді қараңыздар, біз бала күнде армандадық, бірақ
мектепте де бізге армандатқан жоқ. Вот. Мама папа да бізге армандатқан жоқ та. Аха. Мысалға ұшқыш болам деп атады біреу, доктор болам дейді, мұғалім болам деп, сондай бір нелерімізді айтамыз жай ғана. Бірақ ой молодец депші, мысалға егер мен министр болсам егер, да, министр болмаймын ғой енді, білім саласында деймін да, министрге ықпал ете алсам мен айтатын едім да, мектептен балаларға бір пән арнау керек та, я болмаса хотя бы аптасына бір рет армандарын жазғызу керек балаларға деймін да. Мені тыңдап отқан мұғалімдер болса, негізі жалпы менің кітабымды оқыған мұғалімдердің барлығы сол әдісті қолданады. Балаларға армандарын жазғызады, сынып сағатында отырғызып қойшы. Жазғызу керек, және ол арманға шектеу қоймау. Бізге шектеу қойып тастаған. Мысалға да, Жәмилә қазір өзің көріп атсың, мысалға шексіз. Құдайдың беретін байлығы шексіз. Және біз Құдайдың берген шексіз қабілетіне ие. Сондай бір бақытты жаратылыстардың біріміз да. Бізді енді бәленше түгенше демей ақ қойын, әйтеуір белгілі бір себептен отбасылық жағдай болды, анау болды, мынау болды, бәрінен шектеліп қалдық. Армандар анау мектепте қалып кетіпті, мен арманымды іздеген кезде сонда мектеп жақта қалып кеткен екен да, мектепте оқыған кезде өзім бүйтіп қарадым да. Енді соның барлығын қайтадан қайтарып алып келетін, соның барлығын сені армандауға, қазір көп адамға арманыңды айт десем, 2 бөлмелі үй, 3 бөлмелі үй, бір машинаны армандаймыз. Дұрыс. Басында мен де сөйтіп армандағамшы, арманым шіркін, өзім осындайым болса, мынандайым болса дегенбіз да. Енді қараңыз, қызықтың көкесі, сіз жазып бастаған кезде, бүгін сіздің ойыңыз, айтайық, мінекей мынау сіздің мысалға ойыңыз болса, міне басың осы жерде шектеуде тұрсыз. Мына жерде шектеу болып тұр да. Сіз күн сайын жазған сайын ол былай ашылады. 1 ай жазасыз, 2 ай жазылады, бүйтіп, қатып қалған анау, мен өзім 33 жасқа дейін бір шектеумен өмір сүргенбіз ғой мысалға да. Сол 33 жасқа дейінгі нәрсемді 2015-тен басталсам, сонда 17-де мен кітап жазып шыққан болсам, мінекей 2 жылда полный шектеуді аштым, бұздым, сындырдым, сөйттім дағы, оказывается, мынау өмірде барлығы шексіз екен дедім да. Құдайдың беріп қойған шексіз, шектеп тұрған менің ойым екен дедім. Сондықтан бүгінгі біздің подкасттағы үлкен сіздерге тапсырма, бүгіннен бастап армандарыңызды жазыңыздар. 2 бөлмелі үйден бастаңыз, білмеймін 5 бөлмелі үй, анау Оскарды алу, анау сахнаға шығып ән айту, стадион жинау, мектепте директор болу, мұғалім, өзіңнің жеке не қалайсыз, барлығын жазыңыз. Жаза беріңіз, е? Бұл жазу арқылы күндердің күнінде сіз редактировать етесіз қой. Мынандай сұрақ туындайды сразу адамдарда. Мен жазғанымды өзгертсем бола ма? Или жазғанымды бүйтсем бір нәрсені көшіре берейін ба? Өз еркіңіз, шектеу жоқ. Қаласаңыз бүгін 2 бөлмелі жазыңыз, ертең 3 бөлме, ары күні қайтып 2 бөлме, одан кейін 5 бөлме. Өзіңіз білесіз, жаза беріңіз. Күнде өзгертіңіз, қосыңыз, алыңыз. Сіздің күн сайын бүйтіп шектеп қойған миыңыз былай ашылып жатыр, ойлауыңыздың бәрі. Сол кезде не болады? Бұл шектеу ашылған кезде сіз тұрақталасыз. Мысалға мен қазір үй жай деген нәрсені, біз армандамаймыз ғой, былай қарасаң, ол оказывается әшейін нәрсе екен дейсің да. Не мысалға, сенің арманың да биік бола бастайды. Кәдімгідей, мен былай түсінесің да, маған Жәмилә бермейді, маған Камшат бермейді, маған там күйеуім бермейді, или там әйелім бермейді, әке шешем бермейді. Маған беретін Құдай ғой, бұл арманды орындайтын Құдай ғой дейді. Құдайдың құзырында барлығы ғой, былайша айтқанда, шектеу жоқ. Сондықтан достар, армандаңыздар, жазыңыздар, армандар орындалатынына сеніңіздер, жылдар бойы қатып қалған қағидаларыңызды сындыратын уақыт келді. Сол арманға қол жеткізетін уақыт келді. Және ертеңге, бүгінге, бүрсігүнге деп сілтемей, дәл қазір бастауымыз керек та. Дәл қазір. Тағы да не айтасың, Жәмилә? Айта бер. Негізі көбінесе қазір андай ғой, мынаны мысалға сатып алып оқы, немесе осы сатып ал деген кезде жаңағыдай ақшам жоқ дейді да, жаңағыдай тегін нәрсеге құмартады да. Енді кезінде өзім де сондай болдым ғой, енді тегін болып қалса екен деген секілді. Бірақ ол мүлде дұрыс емес нәрсе деп айтар едім. Жаңағыдай жаңағы
тегін кітап болып қалса екен, немесе тегін ана курсты алып оқып үйренсем екен деп ше жаңағы, ол бәрібір тегін нәрсенің құны болмайды да, құны болмайды. Бізде мысалға қарасаңыздар, білім мен денсаулық сақтау орындары бізде тегін ғой, былай қарасақ тегін, балаларымыз тегін береміз, тегін мектептерде, больницада, бірақ адамдар күнде барып денсаулықтарын қаратпайды. Ауырмаса жүре береміз ғой бәріміз жаңағыдай. Тегін да, өйткені ол мектеп білім беру мекемесі, тегін нәрсенің себебі құны болмайды. И вот сол себепті жаңағыдай міне сол нәрседен ақ көруге болады да, адам бір мұқтаж болса ғана жаңағыдай алу мүмкін білімдерді. И жаңағыдай тегін нәрсенің бетінде ашу, ол жаңағыдай оңайлықпен ашпайсың. Ой, қойшы, менде тұрған нәрсе ғой бұл, кейін көре салам, кейін оқи салам, кейін жаңа айтып жатырсыз ғой, еш нәрсені ертеңге қалдырма деп. Шынымен де ертең деп қаншама дүйсенбіміз өтті, қаншама жұмамыз өтті, бірінші күні бастаймын деп, қаншама аптаның уже айлары өтті деген секілді. Ол ертең ол өмірі бітпейді. Сосын тегін нәрсеге артып ондай қажеті жоқ екен. Барлық нәрсенің жаңағыдай тегін нәрсенің құны болмайды дейді ғой. Егер сіз оны сатып алсаңыз, мен осындай неге сатып алдым ғой, мен бұны ашып қарайын, жасайын деп өзі маңдай терімен тапқан табысын беріп отыр ғой. Сол кезде результат болады да. Сол себепті тегін нәрсеге емес, сіз қайта оған алсаңыз, одан да көп нәтижелерге жетесіз да жаңағыдай. И жаңағыдай үнемі біреу маған сыйласа екен, маған бере салса екен деген ойларда болады ғой, маған бүйтсе екен деген. Ол нәрсе енді біреуден дәмету, біреуден всегда ожидание күту, ол жаңағыдай кедейліктің 70 есігін ашады дейді ғой. Сен сол ақшаны соғұрлым негізі адамдар тауып жатыр да, жеп ішеді, мысалы киім алады, тойға барады деген секілді. Бірақ жаңағыдай осындай келген кезде қимай қалады да үйренуге. Негізі білім деген ол тозбайды да, тамақ бәрі киім бару керек, но орнымен барасың ғой, бірақ жаңағыдай білім деген ол саған өмір бойы азық болады да. Бір сөзбен айтқанда ше, жақсылап оқып үйреніп соны меңгеріп жасасаң, ол сенің өмір бойғы азығың деп айтсам болады. Қазір айтады ғой, оқымағандар да күшті болып байып жатыр ғой, оқымағандар бүйтіп жатыр ғой деп солай айтып жатады да, көріп қаласың ғой. Но олай емес, мүлде кәдімгідей ол жаңағыдай оқыған білімді адам мен оқымаған адамның кәдімгідей айырмашылықтары бар. Ол бай болса да бәрібір санасында деген секілді ше, өмірге деген көзқарасында бәрібір ол разница болады. Сол себепті оқу керек, білім алу керек, всегда өсу керек, жетілу керек. Сен қанша бересің, оны 3-4 есе қылып табуың мүмкін да, мысалға ақшаға келіп тірелген кезде жаңағы тегін деген. Вот сол себепті білім ешқашанда артықтық болмайды, ол жаңағыдай тозбайды да, нетпейді да, өзіңе қалатын үлкен байлық деп айтсам болады, шынында айтсам бар ғой. Материалдық дей бермей, жаңағы рухани азықтарды да өзімізге толтырып жүрсек, біз кәдімгідей полноценный бай адам боламыз да. Өте дұрыс айтасың. Енді осы жерде білім тақырыбы қозғалды. Мен мысалға енді неше түрлі киім алып жатамыз ғой, былайша айтқанда. Бірақ мен бүйтіп қарасам, мен сонау 2014-15-те бастадым ғой осы білім алу деген нәрсені. 14-те қолыма кітап тиді, 15-те мен сабақ алуды бастадым. Ол заманда қазіргідей әлеуметтік желі жоқ. Бар ғой, бірақ қолданбаймыз, білмейміз. То есть қазіргідей 100% адамдар қолданбайды да. Сол кезде мен білімге келіп тіреліп тұр, мен таң қаламын да өзімнің жаңағы балаларды жалғыз өзім бағып жатырмын. Енді нанға ақшамыз не ғой, бар ғой әйтеуір бір нәрсе жақсы сөз сөйлеумен өміріміз өзгеріп басталды ғой. Сонда мен қайтадан бұрынғы камшат болып кетпей, бүкіл нені білімге салғаныма ризамын да, паселден тапқан ақшамды толығымен мен білімге салдым ше. Оны мен сол кезде мамам айтатын болсам, бауырларым айтатын болсам, мені білмеймін, апарып үйге қамап қойып не қылатын беді, мынау вообще қуды деген сияқты да, түсінбейтін еді ешкім ше. Сондықтан достар, жалпы кез келген жерге біз көбірек пайда көру үшін инвестиция құямыз. Мысалға да, көбірек ақша табайық деп, мысалға бір товарға барып құйып жатасың, бизнеске құясың, сетевойға құясың, пирамидаға құясың. Әйтеуір көп ақша табу деп. Осы менің Инстаграм парақшамда тұр, бір миллионердің несі айтқаны. Осында үлкен бір форум жиналыс болып жатыр, сол жерде айтады да, біреу сұрайды, орнынан тұрады да, менде $10,000 бар дейді да, сіз маған айтасыз ба направление, қазір қай бизнес дамып жатыр, мен қай жаққа салайын бұл ақшаны дейді ғой, миыңа дейді ше, өзіңе дейді, өзіңе сал дейді да. Сосын отырады да, ар жағынан тұрады да, $10,000 деген аз ғой деп тағы біреу сұрайды ғой, мен мысалға $70,000 сала алам дейді да, қай салада өзіңе салшы дейді, мысалға да, бірінші өзіңе сал дейді да. То есть сен егер менен сондай сұрап тұрсаң,
значит әлі өзіңе салуың керек деген сөз ғой былайша айтқан кезде да. Өзіңе салған болсаң сен ешкімнен де сұрамас едің, өз салаңды табатын едің да, сол салада дамитын едің былайша айтқанда. Сондықтан достар, ең өмір бойы саған азық беретін, өмір бойы саған жаңағы нәтижесін беретін, өмір бойы сені барлық сферада байытып дұрыс ұстайтын инвестиция бұл білімге салған инвестиция. Сондықтан ақшаңыз бар ма, білім алыңыз, білім алыңыз. Білім болғанда да байып кетем, бір нәрсе қылып кетем, ақша тауып кетем деген сияқты ананы сатып ақша табам емес, өзіңізді табыңызшы бірінші, өз әлеміңізге қарай білім салыңыз. Міне сол кезде ол нәтижесін береді. Мен енді тегін деген нәрсеге осы биыл мен жалпы бір белгілі бір кітабымның белгілі бір мөлшерін алдым да тегін таратамын дедім. Қызық болғанда тараттық жаңағы. Онда да елдің бәрін өстіп бір неге жинап алдық та, тегін сабаққа жинап алдық та, соңына дейін қатыссаңыздар осы кітапты берем дедім. Мен сізге айтайын, сол берген адамдардың ішінде тегін деген нәрсенің құны жоқ екенін сол жерден түсіндім да. 30% адам енді жауапкершілікпен кітапты алды, үйтті, қалған көптеген адамдар, мейлі 50 деп алайыншы, 50 деп алғанның өзінде үйіне барып тұрған кітапты, көрер апарып тұрған кітапты алмаған адамдар болды мысалға да. Жаңағы кез келген жерде қалып кеткен болды мысалға да, немқұрайлы қалған. Шынында да бүйтіп отырған кісілер барып бүйтіп тұрып іздеп жаяулатып қуыс аралап жүріп точкадан алып кетті. Ал енді шынымен былай қарасаң, сонда өзгермейтін адамға миын ашып қойып 24 сағат Брайан Трейси бастаған Луизахи ана жақтан келіп бәріміз бүйтіп отырып ашып қойып айтсақ та ол болмайды екен да, адамның өзінің қалауы болмайынша. Сондықтан тегін дүниеден аулақ болыңыздар, одан да берушілердің қатарынан болыңыздар да. Алла әйтеуір берушілердің қайтсем тегін алып қалам, қайтсем бүйтіп қалам емес, қайтсем мен берем, көбірек махаббат берем, көбірек жақсылық берем, көбірек ақша берем. Мысалға, беруді алғаш осы сөзден ақ бастаңыздар да. Мысалға, жақсы сөз беріңіз, барып құшақтап кетіңіз, комплимент айтып кетіңіз адамдарға ше. Оның барлығы қандай өзгереді. Мысалға, енді осы жерде менің сөзіме қандай қосып аларың бар еді. Бір тақырыптан бір тақырып шығып жатыр ғой. Жаңағы сөздің садақасы деп айтып жатады ғой жаңағыша. Жаңағы бір сөзімді жеткізе алмай қалдым да. Қандай өзгерістер болды деп, шын мәнінде ішкі жан дүниені өзгерткен кезде жаңағыдай өсектемеу, өтірік айтпау, біреуді балағаттамау, вот осының барлығы негізінен сенің ішіңді тазалыққа алып барады да. Өзіңмен айналысып, сен уже өзгелерге деген жаңағыдай негатив, ондай заттардың барлығын жинастырып тастасаң, сол кезде сенің ойың өзгереді деп жаңа жеткізе алмай қалдым да. Вот сондай нәрсе да, мысалға, яғни өсек айтпау, өтірік сөйлемеу, балағаттамау, кикілжіңге бармау деген секілді, вот осы нәрселер. Үнемі жаңағыдай сіз айтпақшы, жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме деген бар ғой, тура сол секілді барлық адамдарға максимально сөздің садақасын беріп жүру керек. Айттым ғой, мен ондай сыйлық беру дегендерді онша өзім білмейтінмін ше, ондайды. Осыдан кейін мен уже кәдімгідей алып бере салам, сыйлық бере салам, сондай болып кетті да, уже менде кәдімгідей өзгердім да. Кәдімгі адамдарға спокойно ше, бұрын кәдімгі бүйтіп қысып жүретінмін ғой өзімді ше, как будто біреу бір нәрсе нететіндей. Қазір прям жоқ, осылай сенімді сөйтіп жүремін да. Жаңағы мен өзімде негізі оқытып үйретем ғой, ең басында жаңағыдай осы нәрсемен бастаймын ғой мен. Кез келген нәрсені бастайтын кезде жаңағыдай жақсы оймен, жаңағыдай таза ниетпен, таза жүрекпен бастаңызшы деп ше, жасай алам, істей аламын деп ше. Сен ойыңды, ішіңді тазалап алмай, сен батпайды ана сабақ ше. Жаңа үйренетін дүние, қандай кәсіп болсын, ол саған батпайды. Сен ойлап тұрсың, что менде бола ма, болмай ма деп. Мысалы, қазір ойлайды ғой адамдар, шынымен мына кітапта не бар екен, шынымен бола ма, болмай ма деп. Сен уже өзің негативті сигнал беріп тұрсың да миыңа. Яғни бола ма, болмай ма, жасай алам ба, жасай алмайын ба, істей алам ба, істей алмайын ба, действительно осы работает деген секілді адамда болады. Не істейсің сен ол жаман нәрсені ойлап, сен жақсысын алып, жаңағыдай болды, все, адам жасағанды адам жасайды. Мен өзім сөйтіп бастадым да. Осыдан кейін уже все, жасай алам, істей аламын, қолымнан келеді деп сен таза ниетпен сөйтіп бастасаң, жаңағыдай барлығы сенде болады да. Сол ғой негізі шынымен ішіңді реттемей, сен ол нәрсе жаңағыдай
сыртқы әлем. Иә, и түріңнен де ол нәрсе көрініп тұрады. 100% сен ішің таза болса, ол сыртыңда нұрланып кәдімгідей. И адамдардың бәрі саған уже нете береді ғой. Иә, тартыла бастайды. Жаңағыдай, білмеймін, достарым да, араласатын адамдарым деген қазір енді Аллаға шүкір өте көп та. Вот. Сондай өзгерістер болды да. Мен тұйық болғанда, қатты тұйық болмаған, бірақ ұяла беретін едім да, мысалға басқа таныс емес адамдардың көзінше ұялатынмын, мысалға бір өзім вообще бармайтынмын, мен мүлде бір жаққа бір өзім бармайтынмын, білмеймін, комплекс па, сондай нәрселер болды. Кейін уже білдім мен, сенімділік сондайлар ұялады да менде. И ары қарай уже қазір бәрін уже жасай бересің. Осы жерде Жамиля, сенің негізгі қазіргі айналысып жатқан ісің қандай, қай саладасың? Нақтырақ айтқанда. Мен инфобизнестегі SMM таргетолог, именно осы екі саладамын, таргет саласындамын. Вот. Сол сәтте осы кітапты оқып болған кезде мен негізі ол сабақты алып қойғанмын, бірақ бетін ашпағам, бір жыл бойы бетін ашпағам вообще. Маған полный доступ берген, бір жыл ашпадым. Маған қиын болып көрінді, істемедім, ол нәрсені жасамадым, мен шынымды айтайын да. Кейін уже осыны оқыдым, бастадым, мен ананы жасайым дедім ғой уже. Содан кейін аштым, сабақты қарадым, оны да жаздым, бір дәптер арнап, все, мен жасайым деп сөйтіп жасадым. Жаңағы өзім үйреткен кісіге жаңағыдай қайттан шығып, мына жерін айтып жіберіңіз деп, содан кейін мен уже неттім, үйрендім ғой осы нәрсені. Бірінші жаңағыдай одновременно өзіме жұмыс жасап жүрдім, и ананы да жасайым деп, содан кейін уже мен кәдімгідей айтатын ғой, 0-ден кәдімгі 100-ге дейін бүйтіп ше, кәдімгідей көтерілдім деп айтсам болады, Аллаға шүкір. Осы инфобизнестегі таргет саласын жаңағыдай. Бір жағынан жаңағы кәсіпкерлер барлығына көмектесесің, алғыстарын аласың да. Мысалға уже 3 жылға таяп жатыр да мен жасап жатқаныма. И жаңағыдай 1 жылдан кейін маған үйрет деп жаңағы таныстарым солай шығып бастады. Оларға да 1 жылдан кейін үйретіп бастадым. И олардың да алғыстарын көгересің ғой, в общем. Сондай нәрсе білесің да, мен жаңағыдай тура жолмен жүрсем екен, таза жолмен табыс тапсам екен, сондай ойда менде, мен арам ақшамен миллионер болғым келмейді деп. Сондай ғой негізі. Байлар ғана бай болу керек, танысы барлар ғана бай болады. Танысы жоқтар үстіп қала береді. Бай мен кедейдің арасы жер мен көктей деген дәл сондай ой менде болған. Шектеу деген менде өте көп болған миымда. Жоқ, сен жасай алмайсың, істей алмайсың. Қалай ол миллиондар жүреді деп. Қазір шүкір да, былай миллиондар бар деген секілді ше, кәдімгідей сондай өзгерістер болды деп айтсам болады. И максимально жұмыстарымды жасаған адалынан жасауға тырысамын, барынша. Ол нәрсе бірінші очередте керек деп ойлаймын. Осындай сол кезде ғой бүйтіп көтерілесің, көгересің, бәрін жаңағыдай шала-шала жауапкершілігің жоқ болып олай нететін болсаң, ол кезде ол білмеймін көгеруің не ғайбыл. Оның барлығы шынымен іштегі жатқан рухани сенің заттарыңа байланысты. Сонымен ұтып келе жатырмын деп ойлаймын, бір сөзбен айтқанда, адамгершілік, адалдық, и жаңағы қаншама кәсіпкерлердің жаңа бизнестерін жүргізіп, олардан да қаншама алғыстарын алдым, шүкір, и оқытып та қаншама адамдардың алғыстарын алдым да. Вот сол. И бірінші айтылатын нәрсем ол кісілерге бастамас бұрын, үйретпес бұрын осы нәрсені айтамын ғой. Іштеріңізді тазалаңыздар, негативті ойламаңыздар деп ше, жасай аламын, жасай алмаймын деп. Ол уже кері кетіреді да сізді. Сол себепті бастап кету керек, жасау керек, ойыңды бірінші түзеу керек қой. Вот сол нәрсе. Тамаша. Енді жаңағы осы жерде бізді тыңдап отырған кісілерге да, мысалға, сен өз тарапыңнан, мысалға, адам алдымен өзі өзгеру керек деп жатырмыз, осы өзі өзгеру керек те, ең басты 3 қандай нәрсені айтатын едім? Нені өзгерту керек? Ең бірінші, мысалға да бір комплексный болу керек барлығы. Ең болмаса, мысалға, 3 демей ақ қойыншы, нақты нені өзгерту керек деп айтар едің өзінде? Так, ең бірінші, ең алдымен сол ойыңды өзгерт деп айтам. Ең бастысы ойыңды жақсы жаққа қарай, кез келген нәрседен жақсы нәрсені көре білу керек. Ең алдымен кез келген заттан жақсы нәрсені көре білу керек. Екіншіден жаңағыдай андай бар ғой, негативті нұрға айналдыру деген, сол ғой жаңағы жақсы деген. Сонымен қатар, так, қалай айтсам болады екен? Айта бер. Нені өзгерту керек деп жатырсыз, иә? Мысалға, адамдар не өзгерту керек? Көшіп кету керек па шетелге, я болмаса деген сияқты ғой. Мысалға, біреуге өзгер десең, жаңағы айтады да, мен зона комфортадан шық дегенге біреулер ойлайды екен, шетелге көшу керек, я болмаса басқа қалаға көшу керек деп ше. Міне зона комфорта деген не ол? Мысалға, сен
бір жолғы мектепке барасың, Дұрыс. жұмысқа қайтып келесің, үйде тамағыңды істейсің, может по пути бір 2 магазинің болатын шығар, кіретін, қайтадан қайтып келесің, сосын барып суббота воскресенье тойға шақырса барасың обязательно. Сосын сөйтіп өмір, біз айтатынымыз ғой жаңағы жылдап 4 жыл 5 жыл сөйтіп өмір бойы келе жатқан адамдар бар екен. Бізде мына 13-ші гимназияда мен балаларым оқыды, әлі де оқиды, кішкентай. Сол жерде бір апай болған, 22 жыл сол мектепте жұмыс істеп, мына кітапты оқып, алып кеткенде оққан ғой. Сөйтіп оқиды дағы, апай бір аптаның ішінде жұмыстан шығып кетеді ғой. 22 жыл сонда мен зона комфортада жүр екенмін дейді да, былай қарасаң. Қандай нәрседе адамның өмірі өтіп кетіп жатыр ше. Шын мәнінде өмірің сенің олай бір қалыпты өтіп кетуге емес. Тіпті мұғалім болсаң да сен креативті, керемет, сүйіп жасайтын, сол салада сен қаншама адамға шуақ шашатын адам болуың керек қой. Мысалға, мен саған қарап өте қызығып отырмын да, екі саланы бірдей алып отырғаныңа. Сол себепті өмір ол бір немен тоқтап қалмайды. Өмір жаңағыдай неме атанандай, біз шынымен де максималды бүкіл қабілеттерімізді шығарып, потенциалдың бәрін мына өмірге пайдаланып, плюс пайдамызды әкеп қоғамға да сондай нәрселерді жасаудан тұрады. Қызықты өмір сүруден тұрады. Өмір қиындықпен бізге бір белгілі бір өлшеп қойған зарплатадан тұрмайды. Біз одан да кереметке лайықтымыз да. Әрбір адам, әрбір әйел баласы, ер азаматтар барлығы да бақытты болуға, бұл қоғамда өзінің ойып тұрып орнын алуға лайықты деймін. Ары қарай сөз кезек өзіңізде. Енді түсінікті. Ең алдымен жаңа сонымен қатар тәуекел ете білу керек екен да, кез келген салада. Жаңа шынымен күшті айтып жатырсыз да. Өмірде бізде үнемі жаңағыдай Алла тағала бізді жаратқанда өмір бойы қиналсын деп жаратқан жоқ қой. Өмірде қаншама ғажайып нәрселер бар, жаңағыдай сондай нәрселерді көру үшін де ғой адамзат баласына соншама әлемді жаратып қойды. Вот тәуекел ете білу керек, кез келген жерде зона комфорта деп дұрыс айтып жатсыз. Бір нәрсемен жаңағыдай как будто өмір сонымен өту керек сияқты болып елестейді да көбінесе. Қорқыта береді да миымыз біздің ше жаңағыдай сен істей алмай қаласың ау, жасай алмай қаласың ау деген секілді. Бірақ адам қорқынышқа қарсы барған кезде үлкен-үлкен нәтижелер, жетістіктер, сондай табыстар болады екен да, действительно ше. Сен қорықпа жаңағыдай. Мынандай ғой негізі көбісінде түсінік, байлар ғана бай болады, кедейлер ғана кедей болып жүре береді деген ондай нәрсе емес. Негізі маған жазады да, сіз шынымен де қарапайым отбасынан шыққансыз ба, шынымен де осындай нәтижелерге жеткеніңіз рас па деп ше. Вот действительно қарапайым адамдарда лакшери өмір сүруге жаңағыдай кәдімгідей лайықты, адал жолмен ақ кәдімгідей ойыңды өзгертіп, миллиондарды, миллиардтарды табуға мүмкіншіліктері өте көп. Мен кәдімгідей айтып жатырмын ғой, прям Аллаға шүкір, кез келген адам айтқан кезде де менен тағы тақырыптан ауытқысам кешірім сұраймын. Мен осы кітапты айтамын. Өйткені менен сұрайды да, қалай болды деп. Мен реально вот шынымен де осы кітапты алдым, жасадым, істедім барлығын. И кетті ғой менде барлығы Алланың қалауымен дөңгеленіп кетті. Сол себепті еш нәрседен қорықпау керек, тәуекел ете білу керек, сенімді болу керек. Ешкім сен ұрып жығып ондай түзу тура жолмен жүрсең, жаңағыдай барлығы сенде бола береді ғой. Ең бастысы ісіңе адал болсаң, өмірді жақсы көрсең, барлығына үлгересің, сенде барлығы күшті болады. Шын мәнінде армандар орындалады. Өте тамаша. Енді мынандай нәрсе жаңағы армандар орындалады. Қандай күшті нәрсе, оны ол арман орындалмайтын болса, ол арман да болмас еді. Негізі арман болып саған келместей еді да. Сондықтан достар, армандар орындалады, армандар орындалатынына сеніңіздер, және оны орындайтын әуелі Алла, екінші сіздің Алладан сұрауыңызда, яғни қолдан келген әрекетті жасау, жаз. Нақты не қалайсың, соны жаз да, нақты. Примерно маған мынандай стакан керек емес, четкий, конкретный, қандай стакан керек саған, соны сұра да. Одан кейін жаңағы сенің сөздерің ішінде мен бір сұрақ қылып отыр едім, армандарды айтамын деп сұрақ бияқтан ұшып кетіп жатыр да. Бірінен кейін бір тақырыптар ашылып жатыр ғой, негізі өте қызықты тақырыптар. Так, сұрағым қашып кетті. Сен жалғастыра бер, қазір келеді. Сен әңгіме айтып отырсаң, сұрақтар көп келеді екен маған. Тағы не айтсам?
иә. Жаңағы мысалға жазған нәрсең уақытын айтайықшы, давай. Осы қанша уақытта орындалды деп сұрайды да, сосын қанша уақытта орындалады деп жатады ше адамдар. Так, мынау мен бір блокнотым болған. Иә. Мына жерде мен кәдімгідей кітаптың атын жазып қойғам, ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт деп ше. И осы жерге полностью сызып, орындалғандардың барлығына галочка қойып шыққам, кәдімгідей жаңағыдай сөздері прям өте жағымды. И бұны сіздер өздеріңіз ана дауыстап айтқан кезде бір қуанып отырасың, онdan оқисың ғой. Сол кезде жаңағыдай кәдімгідей өзіңе қуаныш ұялайды. Менде осы нәрсе болып жатыр деген секілді. Мен бір қызға айтайын, мына жерде негізі жаңағыдай сол кезде мынандай болды да менде жаңағыдай қойшы осы нәрсенің бәрін етіп тұрмысқа шыққым келеді, тұрмысқа шығайын, сол үшін не істесем болады деп неткем ғой негізі. Сол кезде сол апайдың несі сіңлісі, сестренкасы осы кітапты оқып бәрін жасап тұрмысқа шықты да, жартысын оқып тұрмысқа шығып кеткен ғой. Сөйтіп мен де тұрмысқа шығатын шығармын деймін ғой, бір жағынан ше. Соны да ойлап жатырмын, сосын барып, тұрмысқа шығып кетсем күшті ғой деп басында білмеймін ғой енді, сосын жазып неттім. Сосын маған жаңағыдай ішін уже оқығаннан кейін вообще барлығы не болып кетті, удачный болып кетті, шынымды айтсам. Сондай кішкентай нәрсемен бастадым да, бірақ бұндай нәтижеге дейін жетем деп ондай күтпедім да, шынымды айтсам. Вот сонымен осы жаңағыдай мына жерге барлығын өзім практически тұрғыда жасағам. И осы нақтылықты үйрендім. Қанша бөлмелі пәтерді қалайсың, қандай үйде үлкен үй, жаңағы барлығын ашып жаздым. Қандай мысалға болашақ жарын қалай деп елестетесің, соның барлығын мына жаққа ашып жазғам. Мен өзімді толығымен кешірдім деп жаңағыдай барлығын жазғам. Өте тамаша. Мен баймын, менің ақшам көп, мынаның барлығы мінекей бәрін осылай міне әлі күнге дейін қарап прям қуанып отырамын, осының барлығы осыған аккуратно жазғандарым. Өте керемет, Жамиля. Тамаша, рахмет. Бізде бар ғой мынандай жаңағы жазған кезде, мен енді бір не айтайын, осы жазудың қыр-сырын айтайын сіздерге. Адам жазған кезде қалам мен қағазды алып, сен мысалға мен айтайын, бір отырда жарты сағат мына жерге арманыңды жазшы деймін ғой. Адам қиналады алғашқы кезде ше. Үй бір нәрсе деп бүйтіп бастайды да, күнде соны жаза беретін болса, күнде жазып, қосып, алып, өзгертіп жазатын болса, алдымен адамның жазу, ойлау процесті қалыптастырады. Сен уже ойлай бастайсың да, бүгін 2 бөлмелі үй бір нәрсе жазыватсың да, ертең саған тағы да бір ой келеді, 5 бөлмелі үй, давай жер үй көрейін да. Мысалға соның барлығын сөйтіп, то есть жазу ойлау қабілетті процесті қалыптастырады. Ал ойлау деген, ой деген, мына жерде адамның визуалды экраны бар. Бұны Құдай хайуанға да, жануарға да, құсқа да ешкімге бермеген, адамға ғана берілген визуалды экран бар. Яғни елестету қабілет бар, достар. Міне сол елестету қабілетке, яғни сізге ойлау деген нәрсе сіздің визуалды экраныңызды қалыптастырады. Яғни елестету қабілетіңізді іске қосады. Сен күн сайын, жазған сайын үлкейте бересің, неше түрлі ойың кетеді шарықтап, сосын барасың да не істейсің, ойлағаннан кейін сен жатып алып қиялдап елестету басталады сенде. Ал елестету деген нәрсе, өзің ойлашы, бір не қорқынышты нәрсе елестет, не күшті қуанатын нәрсе. Мен саған мінекей деп Мерседестің кілтін ұсынып жатырмын да, соны елестет. Екеуі бұнайға кетіп не боласың? Бүкіл көңіл күйің сенде вибрация, тамаша кәдімгі көңіл күй, вибрация пайда болады. Ал енді көңіл күйі ондай болған адам не істейді? Тау қопарарлық күші бар, әрекетке кіріседі. Сондықтан достар, түсіндіңіздер ғой, жазу ойлау процесін қалыптастырады, ойлау елестету процесін қалыптастырады, елестету вибрацияны қалыптастырады. Міне осы төртеуі біріккен кезде міндетті түрде тамаша әрекетің мен жаңағы қалаған нәтижеңе жететін боласың. Сондықтан жазыңыздар. Прямо ол бесплатно ғой. Саған не керек екен? Күйеуіңді білмейді, әйеліңді білмейді, мамаңды білмейді, басқа да білмейді. Сен қандай өмір сенікі ма? Қалағандай жаз. Отбасыңа қатысты жаз, бала шағаңа қатыстыны жаз, жаза бер. Единственный негатив жазба. Менің қарызым жоқ деп жазба. Мен қаржылай еркіндікте рахаттанып өмір сүріп жатырмын деп жаз. Мен жаңағы қалаған мемлекетіме еркін барып келіп жатырмын деп жаз. Жаза бер, болды. Бұны талай адам практикадан өткізген,
умничать етіп бір сұрақта не болады ғой, мен негізі тупо жасаған адамның біреуі менмін. Жаз деп айтылды ма маған, соны жасай бергенмін да, 100 сұрақ қоймай ше, мысалға. Негізі көп сұрақтың керегі жоқ, жазылып тұр ма, айтты ма, сен теориядағы нәрсеге менің айтқан нәрсеме жалғыз көз жеткізетіннің нең бар, жолың бар, ол практикада пайдалану. Мен қаншалықты шын айтып тұрмын, өтірік айтып тұрмын, сен практикада пайдаланғанда теорияның анықтайсың, өтірік па рас па деген сияқты да. Қосып алатының болса, Жәмила, айта бер. Алда қандай жоспар бар? Алла қаласа, енді жаңағы ғой, ең басты жоспар, енді адамның арманы бітпейді дейді ғой. Арманы таусылмайды дейді. Тұрмысқа шығу енді ең басты менде сол болып тұр қазір. Өзім қалаған, армандаған заттарымның көбісі орындалды, шынымды айтсам. Қазір прям өзімді жеңіл сондай күшті сезінемін. Жаңағыдай ары қарай да дамып оқып сөйтіп нете беремін ғой, тағы кітаптар шығады ғой, олардың барлығын аламын. Мен айтып жатырмын ғой, жаңағыдай бұндай кітап әлі көрген жоқпын, қатты асыра сілте мақтағаным емес, бірақ шын мәнінде осылай да қаншама кітаптар оқыдым, бірақ мынандай кітапты көрмедім, шынымды айтсам. Рахмет көп. Енді достар, осы жерде біз айта кетейік, бізде мынандай ойыңды өзгертіп өміріңді өзгерт кітабымен жаңамен деген курс сатылып жатыр. Алыңыздар міндетті түрде. Енді бүгін бізде Жәмила осы жерде біздің қанша оқырманға, 2-3 оқырман, кеше әңгімелесіп отырып инстаграмда айтып жатырмыз, Жәмила сұрайды, сіздің подкаст платный ма дейді. Мен қонақ шақырсам, мен айтамын, жоқ деймін, просто қоғамға пайдалы болсын деп, ешқандай да біз мынандай бір ақы сұрамай, кәдімгі мен өзгердім, осыны елге айтайыншы, олар да өзгерсін деген кез келген адамды шақырып жатырмыз. Қатсам деген кісілер болса, мархабат, бізді оқып өзгергендер болса, сосын мен қолқа салдым. Менің давай біздің оқырмандарға бір 2-3 адамға, сен как раз біз мына сабақты өтіп атырық жаңаменді дедім, сол бір 2-3 адамға сыйлық жаса дедік. Енді мен мынандай шарт қояйын, одан кейін сенің қосып аларың болса, мысалға, мінекей Жәмиланың атынан қанша адамға дейміз, Жәмила? 3 адамға деге, 3 адамға ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт кітабы және жаңамен курсы. Жәмила өзі төлейді, өзі сатып алады, араларыңызда өзі таңдайды, 3 адамды өзі таңдайды. Шарты міндетті түрде біздің әлеуметтік желінің барлығына, менің және Жәмиланың парақшаларына тіркелулеріңіз керек. Сондай-ақ осы ютубта, осы біздің подкасттың астына комментарийіңізді жазыңыз. Бүгінгі біздің әңгімеден қандай ой түйдіңіз, соны жазыңыз. Және әлеуметтік желіде, яғни инстаграмда, сториста міндетті түрде сол подкастты салып бөлісіңіз. Біздерді белгілеуді ұмытып кетпеңіз. Тағы да бір қосып алатын шартың бар ма? Осы. Мінекей, осы шартты орындаған кезде солардың арасынан Жәмила өзі таңдап алып бізге береді жігіттерге. Мінекей, мына 3 кісіні мен таңдадым, 3 кісіге кітапты береді, одан кейін жаңағы сабаққа қосатын боламыз. Өте тамаша мүмкіндік, сондықтан бұны жіберіп алмаңыздар. Енді келген қонаққа мен всегда айтамын да, маған қандай да бір сұрағыңыз бар ма, қоятын бір қызықтырып жүрген, кез келген тақырыпта, кез келген неде сұрақ. Алдын ала айтпай, әде осы жерге келгенде бұрқ еткізем, қоя алса қойды, қоя алмаса құтылып кетем деген сияқты. Ал любой тақырыпта қоятын сұрағыңыз болса, мархабат. Мен мынандай сұрақ қояйыншы. Сіз енді өміріңіз өзгерді ғой полностью, жаңағыдай жақсарды, барлығы күшті болды, енді өзіңіздің басыңыздан өткен заттар ғой, ана жерде жазылған барлығы. Вот сол кезде сіздегі ең бірінші басындағы қандай сезімдер болды сізде? Вот сол нәрселердің барлығы болғанда, өзгерткенде өзіңізді қандай сезімдер болды сізде? Негізі мынандай нәрседе, мен мына өмірдің мәнінде алып келіп, осы кітап шыққаннан кейінгі біраз дүниені жаздым. Кәдімгі сен енді мынандай, мен қарасаң, бір бала шағамен үйде отырған бір адамсың ғой. Жай қазір бізді көріп отырған қарапайым келіншектер сияқты қоғамдағы адамдардың бірімін да. Сол жерде отырасың да, сөйтіп неғылтып бір идея келеді, кітап жазуым керек екен, жоқ екен, жазамын дейсің. И жазып шығарасың, жарқ етеді, ол кетіп, лап етіп кетеді. Бүкіл адамдарға таралып, алып, оны алғыс жазып жатады да. И сол кезде нағыз
сені өзіңді тәрбиелейтін кез сол кезде келеді. Ана жақта алған білімнің бәрін мен осы кітап шыққанда өзіме қолдануға тура келді да. Өйткені ол деген өте бір жаңағы бүйтіп толқып тұратын кез. Сен енді оны жұлдыз деп айтама, танымалдық дейікші. Танымал бола бастайсың, алғыс естіп жатырсың да, ол қатты жаман дерт, ауру, ұстай алмасаң да. Сондықтан мен Аллаға мыңда бір шүкір деймін, мен сонау кітапты жазбай тұрып, мен өзімді тәрбиелеп келіппін да осы жерге. Бірақ жаңағы мен ең алғаш бүкіл нәрсе, өзгерістің ең алғаш басталғаны мен пасель сатам деп айтып жүрген кезде байқадым. Сол кезде ойландым, мама мен жақсы сөз сөйлегенде шынымен өмірім осылай өзгерді ма дедім да. Бұл кім вообще? Луиза Хей деген маған үйтіп бар ма өмірде деп ютубта өмірімде бірінші рет ютуб ашып көргенім бар. Екінші, одан кейін уже майда шүйде былай өзгеріс кетіп жатыр ғой күндегі бытовой өмірде. Кітап шыққан кезде бүйттім. Баспадан кітапты түнгісін кешкісін алып келе жатырмын, бүйтіп қарап қойып, мынау ертең азаңда бүкіл Қазақстанға таралып кетеді деймін да. Мынаның ішінде бүкіл менің шындығым кетіп баратыр, ойбай деп бүйтіп таң қаламын да. Мен қалай сатылады, өте ма, ондай ойламаппын ше. Бұны қандай адамдар, бақытты адамдар алады екен да, өмірлерін өзгертеді екен деп соны ойладым да. Одан кейін мысалға мен бүгінгі таңға дейін осы кітапты алған адамдардан хат аламын, кездесем, көрген сабаққа қатысқан кісілермен кездесем, мен сол кезде армандарымның орындалғанын, яғни менде бір қанша арман бар мысалға да, әлі көп қой арман, соның 50% тікелей осы кітапқа байланысты екен да. Өйткені менің ең үлкен арманым, мақсатым десем болады, осы адамдардың өмірінің өзгеруіне жақсы жаққа себепкер болу деген еді да. Сол мақсатымның орындалып жатқаны деймін да, соның бір титтей болсын долясы орындалды деймін да. Сол мені, соны көремін да, ары қарай өмір сүре беремін ғой. Әрі де жасауым керек, істеуім керек, бүйтуім керек деген сияқты нәрсені да. Сол нәрсе маған. Қуаныш сен айтып, сауапты іс жасадыңыз. Өте үлкен, жақсы деп ойлаймын. Енді біздің жаңағыдай уақытымызда кішкене кеп не қылған сияқты, бізде бірақ уақытта шектеу жоқ, өзіміз кәдімгі емін еркін. Сондықтан тағы да бір айтатын дүниең болса, мархабат, алып қосарың болса, қандай да бір жаңағы кітапқа, сабаққа, білмеймін, енді жалпы өмірге, адамдарға деген өзіңнің тілегің, айтатын дүниелерің болып жатса, біздерге деген сияқты да, мархабат. Ең алдымен осындай сұхбаттың болғанына, осындай шыққанына мен өте қуаныштымын. Себебі жаңа айттым ғой, мен қазір барымша жаңа негативный жаңалықтар, негативный заттардан қашып жүремін, аулақ болып жүремін, шынымды айтсам, үйтіп уже ластағым келмейді, ішкі жанымды олай жасағым келмейді. И мен осы подкасттарыңызды көріп, тура жаңағыдай мен ойымдағыдай деп жатырмын да, рухани адамгершілікке жаңағыдай бағытталған подкаст, сұхбат, сондай бүйтіп қатты қызықтым да. Сосын сізге неткеннен кейін сіз келістіңіз ғой, жаңағыдай қатты қуандым. Осындай подкаст болғанына мен өте қуаныштымын. Сіздерге де рахмет. Сіз прям басында жазған кезде де бір танитын адам ұқсап жылы жауап бердіңіз да. Вот бүгін көріп танысқаныма қуаныштымын. Көп нәрселер алдым бүгінгі күннен де. Сол себепті и оқырмандарға айтарым, жалпы сіздердің оқырмандарыңызға айтарым, еш нәрседе кеш емес деп айтам да. 30 жас болсын, 40 болсын, 50 болсын, білім алуға, оқуға, үйренуге, оны практикалық тұрғыда өзгертуге, жасауға ешқашанда кеш емес. Яғни ойыңды өзгертіп, жаңа өміріңді 180 градусқа өзгертуге болады. Қандай арман болсын, негізі жаңағыдай как будто байлар байып нетіп жатқан кезде адамда ой болады да, қойшы осылар ғана өйстіп байып жатыр ғой деп, на самом деле әлем деген үлкен кең, ақша деген айналымда өте көп, ол бітпейді, таусылмайды, ол барлығымызға жетеді. Тек қана жаңағыдай жалбытса ете бермей, ешкімге сізге қарыз емес, ешкімге сізге міндетті емес. Сосын жаңағыдай тек өзіңіз жаңағыдай осындай жасап, істеп, әрекетіңізді жасасаңыз, Алла тағала да сіздің берекеңізді, уақытыңыздың да, жаңағы жұмысыңыздың да, табысыңыздың да барлығының берекесін беріп қояды. Ең алдымен бірақ ой, шын мәнінде жаңа айтқандай, ми бізде нені ойлайсың, қиялдайсың, жазасың, армандайсың, сол нәрсе сенің өміріңде болады. Менің өзімнің өмірімде осындай практикалық тұрғыда болған нәрсе. Бірден бұндай дәрежеге жеткен жоқпын. Бізде қаншама жұмыстар
жасадық деген секілді қанша нәрселер істедік, қиыншылықтар болды, оның бәрін тізіп айтпай ақ қояйын, шынымен де осы жасқа келгенше. Бірақ жаңағыдай уже жаңағы оқып өзімді ойымды барлығын өзгерткеннен кейін аллаға шүкір армандарымды айтып жатырмын ғой, жаңа біразы орындалды деп айтсам болады. И басқа адамдар да солай өзгерсе екен, ойын өзгертіп солай өздерінің қалаулары болса екен деген менде сондай ниет тілек. Барлығы орындалады Алланың қалауымен. Ең бастысы сол нәрсеге сеніп ойымызды өзгертіп барымыз бақытты, бай, бар болып солай өмір сүрейік. Көп рахмет. Мен өзгерсем, Жәмила өзгерсе, тағы да мына біздің өзге де оқырмандар өзгерсе, бұл біздің қоғамға қосқан үлкен үлесіміз. Яғни мен үйдегі қазіргі 6 баланы бақытты қылам деген сөз. Мен бақытты болсам, менің 6 балам бақытты. Жәмила болса, бақытты болса, Жәмиланың маңайында қаншама адам бақытты. Яғни біз бәріміз міндетті түрде бір қоғамды өзгерту үшін үкіметте барып басында жұмыс істеудің қажеті жоқ та. Біз осы отырған жерімізде отбасымыздан бастап әдемі қылып, мына қоғамды гүлдендіріп, мына әлемді одан да әдемі қыла аламыз да. Сондықтан достар, соған барлығымыз үлес қосайық. Қазір мен Жәмиланың парақшасын біздің жігіттер белгілеп қояды. Комментарийда болады астында жазылып. Одан кейін төменде ссылка болады. Ол ссылкадан сабақты кітапқа қатысты ақпараттарды ала аласыздар. Пікір жазуды ұмытпаңыздар. Біздің Жәмиланың сыйлығы бар, білесіздер. Баршаңызды құшақтадым, сүйдім. Өте тамаша күндерде тамаша адамдардың жетістігін бөлісуде кездескенше сау, сәлеметтер болыңыз. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет.